Биыл Атырау энергия кешенінің құрылғанына 60 жыл. Мерейлі датаға орай энергетика саласының үздіктерін марапаттау іс-шарасы өтті. Салтанатты шараға Атырау облысы әкімінің орынбасары Қайрат Нұртаев, Атырау энергия кешені ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұхаммедқали Қалиев және Атырау энергия кешені басқармасының төрағасы Алтынбек Қаршегенов қатысып, 40-қа жуық үздік энергетикке түрлі марапатты табыс етті. Энергетика бұл экономиканың негізгі салаларының және Қазақстанның өнеркәсіптің ең маңызды сфераларының бірі. Әлеуметтік экономикалық прогрестің еңбек өнімділігін арттырудың қозғаушы күші болып табылады. Бизнестің бәсекеге қабілеттілігі, кәсіпорындардың жұмысқа қабілеті, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының сенімді қызметі, азаматтардың әлеуметтік ахуалы осы саланың табысты қызметі мен тиімді дамуына көмектеседі. Атырау жылу электр орталығы, Атырау жарық, Атырау жылу жүйелері мен Атырау энергия сату облыс тұтынушыларының электр және жылу энергиясын қамтып келеді. Соңғы 15 жыл ішінде Атырау энергия кешені инновациялық даму жолына аяқ басты. Қолданыстағы өндіріс модернизациядан өтуде, өндіруші қуаттарды жаңғырту, іске қосу және реконструкциялау бағдарламалары іске асырылуда. Нәтижесінде электр және жылу энергиясын беру заманауи технологиялармен жүзеге асып келеді. Атап айтсақ, сала үздіктері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген энергетика, Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің құрметті энергетик төсбелгілерімен, электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін медалімен, Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің құрмет грамотасы және алғыс хатымен марапатталды. Олардың арасында облыстық энергетика басқармасының мамандары да бар. Ал сала ардагерлері Қазақстан электроэнергетикалық қауымдастығының ардагер энергетик төсбелгісімен наградталды. Салтанатты іс-шараның соңы концерттік бағдарламаға ұласты.